Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Әлия. Бүгін сіздерге Қытайдың атақты сайты Pinduoduoдан алған тірі гүлге распаковка жасаймын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Қыздар, мен арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Және де осы видеоны өздеріңіздің гүл жақсы көретін адамдарыңызға, мамаларыңызға жіберіңіздер. Сатушы гүліме әдемілеп осылайынан упаковкасын жасапты, сыртына воздушный пакетпен орапты. Мен бұл гүлге 6 майда заказ жасадым. Сатушы бір күнде салып жіберді гүлімді. 21 майда ол Қызылордаға келді. Бірақ мен бұны 21 майда емес, 28 майда алдым. Складтың жұмыс жасамауына байланысты. Мен бұл гүлімді точно өлді, қурап қалды деп ойладым. Қараңыздар, сатушы қалай күшті ғып ораған, барлығын скотчпен әбден орапты жан-жағын. Сыртынан осылай пакетик кигізген. Мен гүлімді суарып жіберген, мен сатушымен сөйлескенмін. Гүлімді суарып жіберіңіз, өліп қалмасын деп айтқанмын. Барлығын күшті ораған. Енді мен гүл өлді деп ойладым, бірақ гүлім өлмеген. Барлығы осылайынан күшті болып келді. Гүлімнің осылай жайқалып келгеніне өзім қатты қуандым, қыздар. Осы гүлге енді жеткенше өзім қатты асықтым. Бұл сайттан негізі 2 штук гүл болып жүреді. Қазір сіздерге екіншісін ашып көрсетемін. Оны да әбден осылайынан әдемілеп ораған 2 гүлді де. Екінші гүлім дәл бірінші гүл сияқты болмады. Бұл негізі суда көп тұрып қалған. Сатушы суды көп құйды ма, жапырақтарының бәрі суға шіріп түсіп жатыр. Шіріп түсіп кеткен. Ешқандай қурап емес, шіріп түскен. Мұнда топырағында әлі ылғалы тұрды. Негізі қатты суарудың қажет жоқ ау, қыздар. Заказ беретін кезде продавецпен сөйлесіп, суды көп құймауын сұраңыздар. Мұнда жапырақтардың барлығы суға шіріп кеткен кәдімгідей. Түптерін бәрі босап, қурамаған ешқандай да. Бірақ гүлімнің түптері аман. Қыздар, осы 2 гүл сайтта бірге жүреді. Екеуінің бағасы 2800 теңге. Бір горшокта 3 түптен тұрады. Біздің Қазақстанда осындай бір горшокта 1 түп тұратын гүлдің өзі 7000-8000 теңге тұрады. Ал мұнда 3 түп гүл. Өзім арзанға алдым деп ойлаймын. Біздің Қазақстанда 7-8 теңге тұрады. Салмағы 2,5 келі шықты. 6000 теңге доставкасына төледім 2 гүлге. Екінші гүлді аман алып қалуға болады. Түбінде әлі жаны бар. Шамалы жапырақтары бар, түспей қалған. Өзіме қатты ұнады бұндай гүл. Енді біз үйде гүл өсіреміз. Гүл өзіме ұнайды. Бұл гүлдеріме осындай удобрениесін қосып салыпты продавец. Негізі сатушы жақсы сатушы екен, өзіме ұнады. Гүлдердің горшоктарын ауыстырып, жаңа горшокқа отырғызып қойдым. Қараңыздар, қандай әдемі. Өзіме қатты ұнады. Мұнда қызыл жапырақты, бұл екінші ақ ала жапырақты. Күшті. Сіздер де мен сияқты заказ беріп ала аласыздар. Алдымен заказ бермес бұрын карголарыңыздан сұрап біліп алыңыздар. Гүл алдыруға бола ма? Кей карголар гүл алдырмайды.